Алдағы 5 жылда ұлттық жоба аясында 100 мың жұмыс орны құрылады. Соның 80%-ы ауыл әйелдеріне арналады. Бас аяғы 1 миллион тұрғынның табысын арттыру жоспарда тұр. Бұл жайында ауыл әйелдердің форумында айтылды. Жиын барысында ауыл тұрғындарын жайылымдық жерлермен қамтамасыз ету, қыз-келіншектер мен жастар үшін 30% квота туралы норманы енгізу мәселелері талқыланды. Сондай-ақ әйелдер арасындағы үздік бизнес идеяға арналған конкурстың 16 жеңімпазына Салтанат Арахымбаева атындағы грант табысталды. Форумның да аясында сол жасағанымыз сол ауылдағы тұратын әйелдердің бәрінің басын қосу. Және біз бұл алаң тек қана кәсіпкерлік әйелдер ғана емес, бар қандай бізде ауылда әйелдер тұрады, қандай мамандығы бар, солың бәрін жинаймыз біз. Білім саласында істесін, денсаулық саласында істесін, әлеуметтік салада істейме, халыққа қызмет көрсету саласында істейме, соның бәрінің күшін бүгін біз қосуымыз керек.